Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерге журналға баға қою туралы көрсететін боламын. Өздеріңіздің телефондарыңыз арқылы, яғни. Ол үшін интернетке кіреміз. Адрес жолына IP адресімізді тереміз. Логин парольді жазып, войти батырмасын басамыз. Басқаннан кейін сіздер журналға баға қою керексіз ғой, журналды таңдаймыз. Яғни мына 3 сызықты бір рет бассаңыздар, тізімдер шығады. Сол жерден өзіңізге керекті журнал бөлімін таңдайсыздар, тағы да астындағы журналды басасыздар. Басқаннан кейін сіздің беретін пәндеріңіздің барлығының тізімі шығады. Мысалы, сіздер бүгін қай топқа және қандай сабақ өттіңіздер, соған баға қою керек болатын болса, сол топты таңдайсыздар. Менде ТБ-19-1-де мына алгоритмдеу және бағдарламалау деген сабақ өтілді. Міне пәннің аты и топтың аты. Сол топтың үстіне бір рет басамыз. Басқаннан кейін мына жерде екінші жолына өтеміз, журнал бетке өту үшін. ОD0125 деген үстін басып, екінші бетке журналға өтеміз. Журналға өткеннен кейін мына жерде баға қойылмайды, өйткені сіздерде год деген жерде 2019 болып тұр барлықтарыңызда. Соны біз 2020 деп өзгертетін боламыз. Готованы басамыз. 2020 болып өзгертілді ғой. Міне енді ұяшықтар ашылды сіздерде. Былай жылжимыз. Бүгінгі числоға барамыз. Яғни бүгін бізде 28. Ал 28-ден кейінгі числоларда бізде белсенді болып тұрған жоқ, көріп тұрсыздар, ол күнге баға қоя алмаймыз деген сөз. Алдағы уақытқа. Мысалы, мен бүгін сабақ өтіп, осы топта бірнеше студентке баға қоямын. Ол мысалы Мейірбек. Мейірбекке 5. Ұлбосынға 5 қоямын. Жасұзақ Данияр 4. Асылбекке 4. Оразкүлге 5. Күнсұлу 5. Осылай студенттерге баға қойғаннан кейін төменгі жағына барып выставить оценки дегенді басатын болсаңыздар, міне жоғарыда успешно сохранено болып, сіздің қойған бағаларыңыз түсті.